Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы геосфераның ластануы. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты геосфералардың ластану деңгейін анықтап, себеп салдарын зерттеу. Бүгінгі сабақта білетіндеріңіз геосфераның сипаттамасын, геосфераның түрлерін, атмосфераның, литосфераның, гидросфераның және биосфераның ластану деңгейлерін анықтап, себеп салдарын зерттейді. Ой шақыру. Геосфера деген не? Геосфералар жерді құрайтын құрамы мен тығыздығы әртүрлі қабаттар. Олар сыртқы және ішкі геосфералар болып бөлінеді. Сыртқы геосфераға атмосфера, гидросфера, биосфера жатады. Ал ішкі геосфераға ядро, мантия және жер қыртысы жатады. Геосфераның ластануының негізгі түрлері: физикалық ластаушылар, химиялық, биологиялық және механикалық. Әрқайсысына жеке тоқталып өтейік. Физикалық ластаушылар қоршаған ортаның температуралық, энергетикалық, толқындық, радиациялық және басқа да физикалық қасиеттерінің нормадан ауытқуларынан болатын ластану. Электромагнитті, радиоактивті, сәулелі, жарықты, жылулы. Химиялық ластаушылар экожүйедегі концентрациясы нормадан жоғары немесе басқа жақтан енген заттар. Ауаның мейлінше ластануы өнеркәсіптік қажеттілігі үшін отындарды жағу, үйлерді жылыту, транспорттардың жұмысы кезінде тұрмыстық және өндірістік қалдықтарды жағу, қайта өңдеу кезінде байқалады. Мұнай, ауыр металдар және олардың тұздары мен тотықтары. Келесі биологиялық ластаушылар. Экожүйеде бұрын болмаған немесе мөлшері қалыпты жағдайдан аспаған организмдер түрлері. Микроорганизмдермен ластануды бактериологиялық ластану деп атайды. Микробтар, бактерия, вирустар. Механикалық ластаушылар шаң, қоқыс. Олар органикалық отынды жаққанда және құрылыс материалдарын дайындау процестері кезінде пайда болады. Геосфераның ластану көздеріне қарай өндірістік, көліктік, ауыл шаруашылық және тұрмыстық болып ерекшеленеді. Оқушылар, сіздерге тапсырма бірінші. Суреттердегі судың ластану түрлерін және себептерін анықтаңыз. Және су көздерінің аумақтарын ластау дәрежесіне қарай сипаттаңыз. Тапсырма екінші. Кесте толтырамыз. Суды ластаушы көздерді атаңыз. Ластану салдары және де мәселені шешу жолдарын жазамыз. Назарларыңызға рахмет.